Баршаңызға сәлем. Қазіргі таңда көр ауруымен балалар көп ауруда. Соған байланысты көр ауруы қауіпті ме? Көр ауруын қалай емдейміз? Көр ауруын алдын алу үшін ішілетін қандай дәрілер бар деген сұрақтардың қойылуына байланысты көр ауруы жайлы айтқым келіп отыр. Көр ауруы қазақша атауы қызылша ауру деп аталынады. Ол ауа тамшылы жолмен жұғатын вирустық инфекциялық ауру. Бұл вирустық аурумен тек адамдар ғана ауырады, яғни ешқандай жануарлардан жұқпайды. Көр ауруының симптомдары, яғни белгілері, ең алдымен температураның 38-40 градусқа дейін жоғарылауы, мұрыннан су ағу, жөтел, көздің іріңдеуі, яғни конъюнктивит болады. Осындай белгілерді балаңыздан байқасаңыз, бірден жергілікті дәрігерге көрсетіңіз. Себебі дәрігер нақты диагноз қоя алады. Егер осы аралықта бала көр ауруымен ауырған адамдармен контактіде болса, мысалы үйде немесе балабақшада көрмен біреу ауырса, иммунитеті төмен балаға ауа тамшылы арқылы вирус жұғады. Көр ауруының асқынулары стоматит, отит, пневмония, менингит, энцефалит, яғни бас миының қабыну ауруларына әкелуі мүмкін. Тіпті көр ауру өлім жағдайына дейін алып келеді. Аптекадағы ешқандай вирусқа қарсы дәрілер көрді емдей алмайды. Себебі көр ауруын түбімен емдейтін оған қарсы дәрі әлем бойынша жоқ. Балаға тек симптоматикалық ем жүргіземіз. Симптоматикалық ем дегеніміз пайда болған ауру белгілеріне қарай ем жасаймыз. Осылай ауруды жеңілдетеміз. Мысалы, температураның жоғарылауы болса, оның қызуын түсіретін дәрі беріңіз. Жиі су ішкізіңіз, себебі су инфекцияны қаннан айдап, зәр арқылы сыртқа шығаруға көмектеседі. Егер көр ауруы пневмонияға асқынатын болса, онда дәрігер салмағына, жасына қарай антибиотик тағайындайды. Конъюнктивит болса, көзге жағатын антибактериалды дәрілерді қолданыңыз. Мұрыннан су ақса, мұрнын 0,9% физрастормен жиі шайыңыз. Тамағы ауырса, ерітінділермен тамағын жиі шайып отырыңыз. Және де көр ауруы кезінде А витаминді қолдану керек. Оны дәрігер салмағыңызға, жасыңызға қарай өлшеп тағайындап береді. Осылай ғана ауруды жеңілдетеміз. Көр ауруын бірден бір алдын алу ол вакцинация. Көрге қарсы вакцина 1 жаста және де 6 жаста салынады. Вакцина алған адам көрмен ауырмайды деген сөз емес, тек адамда жеңіл түрде өтеді, яғни ешқандай асқынуларсыз. Вакцина деп отырғанымыз сол көр ауруының әлсіз штамды вирусын организмге енгізеді. Содан организмде көр вирусына қарсы иммунитет пайда болады. Егер вакцина салмай, көр ауруымен ауыратын болса, иммунитет организмде көп мөлшерде түскен вируспен күресе алмай, ауру асқынып, тіпті летальды жағдайға дейін әкелуі мүмкін. Сол себептен де вакцина салдыру керек. Ауру асқынып, ауыр жағдайға әкелуі де, немесе аурудың жеңіл өтуі де өзіңіздің таңдауыңызға байланысты. Көр ауруымен бір рет ауырған адамда өмірлік иммунитет қалыптасады, яғни қайтадан адам ауырмайды. Баршаңызға соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Дендеріңіз сау болсын, балаларымыз ауырмасын. Каналымның дамуына атсалысып, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған дәрігер-терапевт Әсел Алдиярқызы.